Жаһандану дәуірінде әр мемлекет үшін ішкі тұрақтылық пен қоғамдық келісім стратегиялық маңызы бар құндылыққа айналды. Әсіресе этностық, мәдени және діни құрамы алуан түрлі Қазақстан секілді елдер үшін толеранттылық тек моральдық қасиет емес, ел дамуының түбегейлі шартының бірі. Қазақстан өзі зайырлы мемлекет ретінде жаңағыдай мемлекетте әртүрлі діннің қызмет етуіне, адамдардың өзінің діни наным-сеніміне байланысты таңдалуына жағдай жасаған мемлекеттердің бірі. Дін әрине бұл әлеуметтік институт, мемлекеттің дамуында әлеуметтік институт ретінде үлкен рөл атқарады. Тәуелсіздігімізді бағалай отырып, әрбір қазақстандық елдің дамуына азамат ретінде өз үлесін қосса, елдің дамуы да, елдің келешегі де, елдің болашағы да өте жақсы болады деген сенімдемін. Толеранттылық өзге адамның дүниетанымын, сенімін, таңдауын құрметтеу, әртүрлі пікір мен көзқарастың барын табиғи қабылдау, қоғамды ортақ мақсатқа жұмылдыру мәдениеті. Ол өз ұстанымыңнан бас тарту емес, керісінше парасаттылықтың, кемелдіктің белгісі. Абайдың адамзаттың бәрін сүй бауырым деп деген өсиеті де бүгінгі Қазақстан қоғамы ұстанып отырған рухани саясатпен сабақтас. Толеранттылық дегеніміз ол басқа дін өкіліне деген құрмет. Енді бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның амалдарынан көруге болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басқа ұлт өкілдерімен, басқа дін өкілдерімен де қарым-қатынасты жасауда өте бір озық үлгі көрсете білген. Абай атамыз айтады ғой, сенде бір кірпіш дүниенің тетігін тапта барқалан дейді. Егер шынайы біз отанымызды сүйетін болсақ, тек қана рәміздерді ғана бір сүйіп құрметтеп қана емес, соған бір сол отан жолында бір қызмет етіп, сол өзіміздің бір үлесімізді, өзіміздің артымыздан бір із қалдырсақ қана, міне шынайы елді, отанды сүйген азаматтардың бірі боламыз. Қазақстан тәуелсіздік алған күннен бастап бірлік пен келісім саясатын басым бағыт ретінде айқындады. Өйткені көп этносты елдің басты күші оның алуан түрлілігі мен мәдени байлығында екенін әу бастан дөп баса сезіндік. Осы тұрғыдан ұлтаралық үйлесім, конфессияаралық келісім және бір-бірін өзара құрметтеу қағидаттары тұрақты дамудың өзегіне айналды. Қазақ халқының киелі шаңырағының астында барлық 130-дан астам ұлт өкілдері бар. Жалпы 18 конфессия бар. Дүние жүзі бұған қызығушылық танытып қарап отырған себебі біз елімізде осы тәуелсіздік орнағалы бері осы ұлтаралық қақтығысқа жол бермей, татулықты, бірлікті, соның туын жоғары көтеріп, халқымызда осы тұрақтылықты қамтамасыз етіп келе жатырмыз. Толеранттылық бейбіт өмірдің, тұрақты дамудың және өркениетті қоғамның басты тірегі. Бұл құндылықты сақтау тек мемлекеттік институттардың ғана емес, әрбір азаматтың да ортақ жауапкершілігі. Бірлік пен өзара құрмет салтанат құрған елдің ертеңі әрдайым жарқын болмақ.